Сәлем достар, менімен бірге үй жағдайында дәмді пиццаларды өздеріңіз жасап көріңіздер. Алдымен бізге 350 грамм ұн, жарты қасық тұз, 1 қасық қант, 1 қасық дрожжи керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне жылы су құйып илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін үстіне май құйып жағып, тағы да бір қайтара илейміз. Дайын болған қамырымызды 40 минутқа жылы жерде бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін пиццаның соусын дайындау үшін қызанағымызды дәл видеодағыдай етіп тіліп, үстіне қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Он минуттан кейін қызанағымызды судан сүзіп алып, қабығынан тазартамыз. 10 минут суда жібігеннен кейін қабығы тез оңай ашылады. Енді қызанағымызды бір таза ыдысқа салып, жақсылап езгіштің көмегімен езіп аламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға чеснок, одан кейін орегононы салып араластырамыз. Оның үстіне қызанағымызды салып, жақсылап баяу отта араластырып отырамыз. Одан кейін үстіне шай қасықтың ұшымен ғана тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осылайынан суы тартылып, пиццамыздың соусы дайын болады. Енді ашыған қамырымызды 2 бөлікке теңдей бөліп аламыз. Бір бөлік қамырымызды ұнымыздың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Әдемі болып көрінуі үшін қамырымыздың жан-жағын дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыз. Қамырымыздың үстін жақсылап шанышқының көмегімен осылайынан кесіңіз. Енді дайын болған соусымызды қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Соусымызды жақсылап жайып болғаннан кейін арнайы пиццаның өзінің сырын бетіне сеуіп шығыңыз. Сырымызды сеуіп шыққаннан кейін колбасаларымызды пиццаның бетіне орналастырамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің пепперони пиццамыз дайын болды. Енді қалған екінші қамырымызды дәл видеодағындай етіп орап шығыңыз. Пиццамыздың бетін шанышқының көмегімен тесіп алып, бетіне соус жағып шығыңыз. Соусымызды жағып болғаннан кейін арнайы пиццаның сырын бетіне саласыз. Сырымызды жақсылап салып алғаннан кейін 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің екінші пиццамыз да дайын болды. Осылайынан сіз де үй жағдайында жасап көріңіз.
пиццаңыз өте дәмді болып шығады. Видеом ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.